Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда кәнігі психолог Нұргүл Молдабайқызы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз мынау қазақ қоғамындағы, жалпы қазақ түсінігіндегі жетімдік туралы. Жалпы қазақ айтады, жерде жетім жыласа, көкте періште мұңаяды дейді. Сосын кейін мындай бір қызық айта кетейін әңгімеміздің басында. Мысалы, жетімнің несібесі деген бар. Қазақ айтады, мынау жетімнің несібесін Тәңір толтырады дейді. Қазақтың мысалы қой сойған кезде жетім бауыр деген бауыр бар. Сосын кейін жетім арқа деген арқа бар. Бұл кейде азап арқа деп аталады, жаңағы қой сойған кісі алады деп айтады. Мысалы қасапшының несібесі деп айтылады, бірақ оны қазақ жетім арқа деп айтады. Сосын кейін қазақ жетім босаға дейді. Ол жетім босаға деген сөздің өзі жаңағы жетімін қаңғытпаған қазақтың сол жетімге арналған орны. Ол ешқайда кетпейді, осы босағада болады деген сөз. Сонымен қатар кигіз үйдің керегесінде жетім бас деген бас бар. Керегенің басын айтады, жетім бас деп. Ол босағадан 4 бастан кейін, босағадан санағанда оң жаққа қарай 4 бас санағанда 5-ші бас жетім бас деп аталады. Ол неге дегенде жаңағы жетім босағада отырған баланың киім-кешегін ілуге арналған деген сөз. Демек, әрбір жаратылыс Құдай өзі жетімнің несібесін жерден берген кезде қазақ та соны ескерген. Жетімді босағада отырғызып, киім-кешегінің өзін жерге тастатпай керегенің басына ілген. Демек, жесірін ерден кетсе де елден кетірмеген қазақ жетімінде жылатпаған. Олай болса, бүгінгі әңгімеміз осы жетім жайлы емес, жетімдік жайлы болмақ. Ал әңгімеңізді бастай беріңіз. Енді осы сұхбат туралы бастама көтерген, осы туралы айтайық. Бұл туралы қазақ не депті, әңгіме өрбітейік деп қолға салған өзім. Себебі қазіргі таңда қазақ қоғамымен де айналысып жүргеніме көп болған жоқ деп әр хабар сайын айтып келем. Мен түсінбейтін бір дүние барды. Келген адамдардың, алдыма келген адамдардың осы психотерапиялық, психокоррекциялық жұмыстар деп аталады. Сол жұмыстардың барысында келген адамдардың мәселесі біреу. Ата-анаға деген реніш, ата-анаға деген өкпе және қараусыз тастанды балалардың тағдыры. Бірақ әрқайсының ата-анасы бар. Сонда қорда былай келген кезде, мысалы үшін алдыма 100 адам келеді десем, Ержан, сол 100 адамның келетін мәселесі біреу. Жетімдік мәселесі. Тастанды бала мәселесі және жалғыздық мәселесі. Бұл сорақылық, бұл жетімдікті көрген бала, әке-шешесі бар бола тұра жетімдікті көрген бала. Бұның психологиялық жағдайы өте ауыр деп айтуға болады. Өйткені егерде ата-анасынан айырылған, шын тұл жетім болатын болса, бұл жағдайда енді жағдай белгілі, жағдай түсінікті, балаға көп нәрсені түсіндіруге болады. Сонымен бірге ата-анасы дүниеден озғаннан кейінгі өмір сүрудің мәні, қалай өмір сүру керек, неге арқа сүйеу керек деген сияқты сондай қосымша тірек мәселелермен біз көбірек айналысамыз. Ал мына жерде әкесі де бар, шешесі де бар. Тірі жетім. Тірі жетім.
Құдай ау, әлеуметтік де жетім емес. Яғни шын мәнінде тастап кеткен ата-ана жоқ. Төрде отыр ата-ана. Осындай тірі жетімдердің мәселесі қазір енді сұмдық болып жатыр. Бұл бір жағы жетімдіктің. Ал екінші, яғни қарап айтатын болсақ, егер тарқатып айтатын болсақ, қандай мәселе? Ата-анасы ешқандай тәлім де бермеген, тәрбие де бермеген. Екінші мәселе, ата-анасы балам деп қарамаған. Бір кейде мысал үшін 100 жағдайды алатын болсақ, бір 90-ға жуығы ата-анасының маңдайдан сипағаны есінде жоқ. Яғни ата-анасы бар, бірақ маңдайдан сипалмаған, ананың құшағын көрмеген, әкенің құрғанышын көрмеген. Сонымен бірге тағы бір мәселе, жетімдіктің бір келбеті дейміз ба, бір формасы дейік, бір нысаны. Бұл ата-ана мынау тұлымшағы желбіреген, бесіктен белі шықпаған баланың баласына айналып кеткен. Яғни 10 жасар бала, 5 жасар бала, 7 жасар бала ата-ананы түсіну керек. Ата-ананың барлық мәселесін иығына салып алған. Ата-ананың ата-анасы. Бұнда психологиялық тілде айтқанда парентификация деген бір ұғым бар. Яғни ата-анасының ата-анасына айналып алған. Орындар ауысып кеткен да. Қазақтың мынадай сөзі бар: қара сақал әкең болады, қара шаш шешең болады деген. Бұл енді жасы келгеннен кейін жаңағы балаларының әке шешесіне бағынбай, керісінше әке шешесіне бұйрық беріп, анда бар, мұнда отыр, ананы іш, мынаны же деп айтатыны туралы бұл. Қара шашты шешең болады, қара сақал әкең болады деген. Ал қазіргі сіздің айтып отырғаныңыз тіпті бесіктен белі шықпаған баланың әке шешесіне билік жүргізу. Былайша айтқанда билік жүргізу ғой. Билік жүргізу емес, әке шеше барлық жауапкершілікті баланың мойнына іліп қойған. Бұл өзгерек мәселе. Яғни билік өз тіршілігі үшін былай тұрсын, әке шеше үшін де жауапкершілікті кішкентай баланың мойнына іліп қойған. Міне осындай мәселе бар. Ал енді мынау қазақтың мақалы туралы ол бір бөлек әңгіме. Ал психологияның қазіргі жағдайына келетін болсақ, мынау адамның адамдығы ашылу үшін, қазақтың 12-де бір гүлі ашылмаған 12 гүлі дегенді бір 5 томдық кітап етіп шығаруға болатын шығар. Бұл жерде айтқым келіп отырған, мынау адамның адамшылығын ашу, сол 12 гүлін ашу шығар. Бұл ата-анаға тікелей байланысты. Әке психологияда ол қорғаныш бір механизм, қорған. Ана ол мынау әлемге деген сенімді орнатудың бір алғышарты. Қарым қатынастың қайнар көзі ана. Ал бала деген осы қорғаныш, яғни тірек әке, ана сусындатып отырған бұлақ, осы екеуін, осы қорғаныш болған кезде, тірек болған кезде, және осы ана сияқты мынау беріп отырған, жылулық беріп отырған адам болған кезде ғана адам өзінің адамшылығын аша алады. Жақсы. Мынаны сұрағым келіп отыр мен сізден. Мысалы, жаңа айтып отырсыз, бала ата-ананың ата-анасы болып кеткен деп. Демек, бұл жерде ата-ананың кінәсі бар ғой. Осыдан бастайықшы әңгімені. Ол қандай қателік жіберіп, осындай жағдайға тап болып отыр? Иә, осыған енді тоқталайын деп тұрмын ғой. Сонда қараңыз, ата-анасының қателігі менемене. Сонда мынау маңдайы сипалмаған бала, қорғалмаған бала, қандай да бір қиын жағдайда жанында тірегі жоқ бала, сонымен бірге сусындайтын нәрі жоқ бала.
ең бірінші алдыма келген кезде жалпы мынау диагностикалық мақсатта осы көп адамдардың жағдайын шөл сипаттап беретін. Кәдімгі ата-анасымен қарым-қатынасын бір неге теңес деген кезде шөлге теңейді. Көрдіңіз ба? Суда жоқ, таста жоқ, дымда жоқ, жалғыз өзі, өлудің алдындағы. Міне осындай ата-аналардың тарапынан қателіктер жіберілген кезде адамның адамшылығы ашылмайды. Бір адамдық бұйығып, арамдық болуы мүмкін, яғни деструктивті дүниелер ашылады. Міне осындай ата-аналардың тарапынан жіберілген қателіктер. Міне осыған байланысты мен бір ойға қалдым. Неге айтады повсеместно деп, яғни әрбір келген адам маңдайдан сипалмаған. Әрбір келген адам либо маңдайдан сипалмаған, либо қорғаныш көрмеген, либо жауапкершілік, өз тіршілігі үшін жауапкершілік өзіне берілген, ата-ананың жауапкершілігі балаға берілген. Неліктен осындай жағдайлар болып кетті? Неліктен? Қазіргі егер маған келетін адамдардың бір жас ерекшелігін алып қарайтын болсақ, 25 пен 45-50 жастың аралығында. Оның ата-аналары, яғни кеңестік кездегі тәрбие көрген, оқыған, жұмыс істеген адамдар болып тұр ғой. Солардың балаға қатысты жіберілген қателіктері біреу. Баланы адам деп санамау. Баланың жаны бар деп санамау. Бұған қандай себеп болды екен? Мысалы, енді статистикалық тұрғыда қарайтын болсақ, қазіргі 25 жас пенен 30 жастың арасындағылар біздің өтпелі кезеңдегі 93 жылғы нарықтық кезеңменен сәйкес келеді. Мүмкін сол кездегі тұрмыстық жағдайға да байланысты шығар. Бұл. Әрине, бұның егер де мысал үшін ілуде біреу болатын болса, Ержан, олай болса жеке ата-анаға артуға болатын еді барлық кінәні. Бірақ та барлығы дерлік осындай жетімдік мәселемен келіп жатқандықтан бұның объективті себептері көп сияқты. Біріншіден сол 91 жылы 5-6 жасқа келген бала қазір енді 35-40-қа келді ғой. Яғни біріншіден сол тұрмыстық жағдайы. Екіншіден мен ойлаймын, мынау кеңестік кезеңде даже вот қазір келген өзінде бір сорақы жағдайды айтып берейікші. Бір 12-13 жастағы қыз келді. Психологиялық жағдайы өте ауыр. Кәдімгідей аутоагрессивтік әрекеттейді, яғни өзіне қол жұмсайды, өлтірмейді, бірақ өзінің әр жерін кеседі. Осындай бір өзіне қарсы бағытталған бір зорлық-зомбылықты үнемі жасап тұрады. Осы қыздың анасы алып келді, сонда анасымен әңгімеде анасы өзінен көріп отырған жоқ, әкесінен көріп отырған жоқ. Осы қыз қазір бір баламен сөйлесіп жүреді. Сол бала осы қызға кері әсер етіп отыр дейді. Яғни өзінен көретін, яғни маңдайы сипалмаған, жетімдік көрген бала өзінің баласына да сол жетімдікті көрсетеді. Ұяда не көрсең, соны ілесің болып тұр ғой. Сондықтан осы жерде мен ойға қалдым. Бұл психологиялық тұрғыда осындай, қалай деп айтсақ болады, бұл сұмдық жағдай ғой. Бұл жағдайдың болуына әсер ететін бірнеше бір себептер бар сияқты. Ең алдымен, кеңестік кезеңде бала ата-ананың баласы болды ма екен? Осы сұрақты мен қойдым.
менің айтатыны біреу. Садиктердің, балабақшалардың түр-түрі. 2-3 ай болды ма яслиға барып тастайды. Таңертең бір кешке бір емізу. Сағаттап 3 сағаттан ертерек емізсең қылмыс. Сонымен бірге аптасына, мысалы үшін, дүйсенбі күні апарып тастайды, жұма күні әкеп тастайды. Көрдіңіз ба? Кәдімгідей бір жылдар бойы баланы ата-анадан айыруға бағытталған сұмдық дүниелер жасалған. Бұны ешқайда жібере алмаймыз. Бұның артында, Ержан, баланы ата-анадан айыру деген, яғни қайтыс болып кету басқа мәселе емес, әдейі айыру деген. Бұл адамзатқа жасалған қиянат. Енді осы жерде ойымды айтып өтейінші, өткен өте маңызды да, мысалы үшін қараңыз. 3 айлық бала. Мен емес, анам үшін жұмыс маңызды деген түйсікпен өсті. Бесіктен белі шықпай жатып дегенде бұл жерде не подходит? Бұл жерде құрсақтан шықпай жатып жетім ғой. Түйсігі солай. Мен емес, ата-анама басқа керек. Басқа не керек? Басқа дүниесі Құдай-ау бір тірі жан, тірілік мәселесі емес қой. Жан дүниесін, жан деңгейіндегі дүние емес. Заводтағы мынау. Яғни 5 жасар бала, 3 айлық бала мынадан өзін кем санап өсті деп айтуға болады. Көрдіңіз бе? Міне осы кезде, мынау ата-анадан баланы осылай айырған кезде, біз оның адамшылығынан айырамыз. Бір-біріне деген мейірімінен айырамыз. Бір-біріне деген бір балаға адам деп қарауға болады екен-ау деген мына жерде ой қалыптаспайды ол балада. Егер менің баланың әлеммен қатынасы ата-ана арқылы қалыптасатын болса, және оның орындағы адам арқылы да, олай болса әлем туралы менің ойым, мен мына жерде әлемде кірпіш түгілі жатқан шегедей менің орным жоқ. Міне осындай бір зұлмат болған сияқты. Қолдан жасалған. Мысалы, олай дейтін болсақ, қазірде біз балаларды балабақшаға апарамыз ғой. Ол балаларда ертең дәл осындай болып өспей ма? Ержан, енді екі дүниені салыстыруға мүлдем келмейді. Неліктен? Себебі біріншіден, қазіргі таңда егер мемлекеттік балабақшаларды алып қарасаңыз, 3 жастан басталады. Яғни бұл қандай кезең? Біз 1,5-3 жаста өз кітабымызда да айтып өттік. Не істеу керек? Тұсауын кесіп әлемге жіберу керек баланы. Тұсауын кесіп өз аяғың бар деу керек. Тұсауын кесіп әлеуметтенуіне бір жағдай жасауымыз керек. Бұл басқа жағдай. Бұл мүлдем басқа жағдай. Сонымен бірге сіздер қарасаңыздар, қазіргі таңда балабақшаларда видеонаблюдение бар. Содан кейін деген көптеген дүниелерге, мысалы үшін, ата-ананы қатыстырып отыр. Бұл енді мемлекеттік стандарттағы жасалған дүниелер. Баланың ерекшелігін жалпы ескерген деп айтсақ болады. Ал қазіргі кезде, мысалы үшін, 2 айдан бастап алатын садиктерді мен кездестірмеппін мынау Астананың төңірегінде. Сондықтан менің ойымша бұл кеңес үкіметінің кезінде болған бұл сорақылықпен мүлдем салыстыруға келмейтін сияқты. Дұрыс. Егер мысалы, сіз айтып отырсыз, жаңа келген 100 адамның 90-ында жағдай сондай. Бұны не істеу керек енді? Әрбір сол кеңес үкіметінен қап кеткен ұрпақты сөйтіп психологиялық тұрда емдеп жүру керек па, жоқ басқа бір шешу жолдары бар ма бұның? Әлде олар сол бой кетті ма енді? Енді осы шешу жолдары осы екеуміздің де жасап отырғанымыз сол ағартушылық жұмыстар. Мен оның ағартушылық жұмыстан басқа, Ержан, басқаша атау бере алмаймын.
Себебі менің ойымша осылай бір сағаттап уақытымызды бөліп осындай жіктеп отыруымыздың өзі енді ағартушылық немене. Бұл жерде менің айтып отырғаным, бұл тек ағартушылықтың өзі жеткіліксіз. Мүмкін осы туралы мемлекеттің тарапынан бір бағдарламалар керек шығар. Жалпы ең алдымен қазіргі кезде мен ойлаймын, түсінетін нәрсе, менің жасап жүрген, менің коллегаларымның жасап жүрген, әріптестерімнің жасап жүргені ол теңізге құйған тамшыдай. Осы жерде менің ойымша бір бағдарламаның көлемінде мынау жалпы жетімдік деген не екен? Қазіргі кезде ата-аналар ойлайды, мен баламның қасында бармын, бала-шағамның қасында бармын, түнде келіп қасына жатып отырмын, яғни түнейін бірге, тамағы тоқ, көйлегі көк. Осы жеткілікті деп ойлайды. Бұның қате пікір екенін, бұның бала үшін жеткіліксіз екенін, сонымен бірге жалпы жетімдіктің мынау астарын ашып көрсетсек, бір хабар арқылы, соның өзі мысалы үшін қанша адамға таралады деп ойлаймын. Осы сияқты қандай да бір жұмыстар жүргізілу керек шығар. Енді бұл 70 жыл бойы ақты қара деп келдік. Осы ақты ақ деу керек шығар. Мен мысалы үшін ойлаймын, мынау тәуелсіздік алу деген кеңестік кезеңдегі орталыққа телміруді қойып, өзгеге телміру емес. Өзіміздің де дүниелеріміз бар ғой. Мысалы үшін, жетімдік деген не қазақта? Қазақ қалай түсініпті? Сол біздің Ержан мынау психофизиология деген саласы бар психологияның, психогенетика деген саласы бар, сонымен бірге психолингвистика деген салалары бар. Яғни біздің мынау тұла бойымызда біткен өзіміздің жалпы психологиямыздың негізі бар. Осы негізді ашу керек шығар. Қалайша, мысалы үшін, мен осы жерде енді басқамен емес, сізбен бірге сұхбатқа келуімнің өзінің де бір сыры бар. Себебі қалайша, мысалы үшін, құрсақ шашу тойын жасаған, яғни ол келе ма бұл өмірге, келмей ма бұл өмірге, белгісіз әлі. Соған адам деп қараған. Соның ананың емес, сол баланың қалауы деп қарап, оның жерігі мен көксігін тояттатқан халықта, сіз өзіңіз айтып отырсыз, жетімге арналған мүше де бар, астан бастап, жерде бар, бүкіл тұрмыс тіршілік зат бар. Бұның өзі жетімге деген құрметті көрсетеді. Ал бұл Ержан тұл жетімге қатысты жасалған дүние. Тұл жетімге. Ал қазіргі кездегі біздің жағдайымызда тұл жетімдерді былай қоя тұрыңыз. Тірі жетімдер мәселесі. Тірі жетімдер көбейіп кеткен. Тастанды, фактически тастанды емес. Мынау законны тастанды емес. Кәдімгі ата-анасы төрде отырған тастандылар. Міне осы мәселеде, мысалы үшін, менің ойымша, бір қазақтағы жетімдік мәселесін ашып қарастырсақ, жалпы қазақта жетім деген не деп. Сонымен бірге ата-ана баланың алдында жалпы қандай міндеті бар? Жоқ, мәселе ондай емес. Мысалы, біз жетімдік деген кезде жалпы біздің түсінігімізде или әкесі жоқ, или шешесі жоқ, или әкесі де шешесі де жоқ адам елестейді. Жетім деген кезде. Ал сіздің айтып отырғаныңызға қарағанда, әке шешесі бар, бірақ жетім санасында жетімдікті кешіп жүргендер ғой. Иә, қазіргі кезде, мысалы үшін, заңмен қарастырсаңыз, жетімнің екі түрі бар. Бұл тұл жетімдер, жартылай жетімдер, әлеуметтік жетімдер, яғни тастанды балалар да. Яғни ата-анасы жоқ, әйтпесе бір ата-анасы жоқ, және тастанды балалар. Бізде қазіргі кезде мынау психологиялық жетімдер дейікші онда. Психологиялық жетімдер деп, бұндай негізі феномен туралы білмеймін, мен еңбекті көрген жоқпын. Бұл өзімнің ғылыми жұмыстармен айналысқанның бір салдары шығар.
кез келген алдыма келген адамның бір дүниені көре қоятын да. Сол қазіргі кезде сана тұрғысында, жан тұрғысында психологиялық жетімдер феномені. Міне осы мәселе сұмдықтың сұмдығы болып барып кеткен екен. Ол тек осы қазақта. Мысалы үшін алдыма мен кеше латвиялық бір мемлекеттік радиоға 1 сағат 59 минуттай болып 1 сағат сұхбат бердім. Сол радионың контентін жалпы қарадым. Бір радиода кәдімгідей бір күн жан-тану мәселелеріне арналады екен, Ержан. Бұл Латвияның бір ғана мемлекеттік радиосы. Бір күн бойы жан-тану мәселелері. Оларда сәрсенбі күн, сондықтан енді контентті толтыру керек, басқа қылу керек, сонымен жер дүниеден психологтарды іздеп осы жан-тану мәселесімен айналысады. Ал орыстар келеді, басқа ұлттар келеді. Біздің осы қазақта бала емес, бала бәле. Содан бөлек бізде бір жанымды ауыртатыны, бұл да мүмкін сол кітап жазғаннан кейін жанымды ауыртып атырау деймін. Мен де бұрын солай ойладым ғой. Қазақ балаға қолын сілтеп қарайды деген бір түсінік қалыптасқан. Бұл менің ойымша қазаққа жасалған қастандық сияқты. Біз осы кітап жазып отырып, мысалы үшін, сол ары барған жоқ, сол салт-дәстүрдің ақ деңгейінде жаздық қой. Сол салт-дәстүрдің деңгейінде қазақтың бүкіл арманы, мақсаты, тіршілігі, өмірінің мәні, бүкіл мынау қазақтың тіршілігі бала туралы да емес. Мынау белге біткеннен бастап адам туралы, адамның адамшылығын ашу туралы екен. Сонымен бірге ойлап қарасаңыз, күн сайын соғыс, аштық, табиғаттан келетін нәубеттер, аурулар, тағы басқа дүниелер бар. Соншалықты бұл сондай дүниелер бола тұра, сондай дүниелерге қарсы келу үшін бекен, бұл адамның деген қадір қасиетімен салыстыратын дүние жоқ. Қазақта міне осы мәселені көрдік та. Ал қазіргі кезде қазақтың ойлайтыны, қазақ балаға қолын сілтеп қараған. Қазақ үшін бала бәле. Қазақ үшін бала адам емес. Бұл түсінікті менің ойымша әдейі қалыптастырған деуге де болатын шығар. Міне сондықтан да мынау психологиялық жетімдіктің осы несін, мазмұнын бір ашып, ата-аналардың не істеп жүргенін ата-аналарға жеткізу керек сияқты. Сонда және де айттық сөздің басында, бұл ата-аналардың қателігі. Олар неден қателесті? Олар балаға бала деп қарамады ма? Жоқ әлде жаңағы айтып отырғаныңыздай таңнан кешке дейін балабақшада жүргеннің салдары ма? Жоқ, баласының өмірінен материалдық тұрғыда ақшаның ақша керек деген түсінік қымбат болып кетті ма? Неден қате жіберді енді? Ата-ана неден қателесті енді? Анықтадық ал қателескенін. Бұл ата-ананың қатесі екенін түсіндік. Бірақ ата-ана неден қателесті бұл жерде? Енді бізді көріп отырған ата-ана болса неден қателеспеу керек? Керемет бір еңбек бар. Жалпы бұл мынау зорлық-зомбылық туралы негізі еңбектер көп. Сол еңбектерге сүйенсек, мынау 90%-ға жуық зорлық-зомбылықтың артында әдейі жасау емес, наивность дейді. Яғни бір алаңғасарлық, содан кейін білместік, қандай тағы бір синонимдары бар оның. Ойламай жасау. Міне осындай бір себептер тұрады. Парадокс,
бір жағынан алып қараған кезде, жалпы психологтарға келетін ата-аналарға қарайтын болсақ, баласын ұрайын деген, әдейі ұратын және ұрғысы келіп ұратын ата-ана жоқ. Баламның көзіне көк шыбын үймелетейін деген ата-ана жоқ. Яғни, бұл тұрғыдан алатын болсақ, ең бірінші себеп мынау қол қосалқы дүние. Қазақта да қол қосалқы дүние. Жай ғана. Мысалы үшін, ойлаймын да осы, әрбір қазақ енді қой сояды, әрбір қазақ мүше тартады, жілік дейді, мен сияқты орыс болып кеткен болмаса. Қарасаңыз, қой сойған кезде сирақтарды, сирақ дейді, ода 4 сирағы бар қойдың. Сол 4 сирақты құдаға бере ма, Ержан? Бермейді. Бермейді. Қол деген, сирақ деген ол қосалқы дүние. Мен адамды малмен бір теңестіріп отырған жоқпын. Мал екеш, малдың да сирақтары қосалқы. Адамның сүт қоректілерінің ішіндегі саналы, жүрегі, қадір қасиеті, жан дүниесі, адамшылығы толып жатқан дүниелері бар. Құндылығы деген, осындай толып жатқан дүниелері бола тұра, қол, яғни ата-ана жоқ, ата-ананың ішінде адам жоқ, қол басты болып кеткен. Яғни, баламен қарым-қатынаста адамның өзі жүрмей, қолдың жұмсалуы, қол жұмсайды дейді қазақта. Қолдың жұмсалуы, қолдың сілтенуі, қолдың главный болып кетуі, бұл мына жердегі қос кеуделікті көрсетеді. Яғни, ең бір терең себебі ретінде, жіберген қателіктердің себебі ретінде біз қос кеуделікті айтамыз. Мынау баланы босанып, адамды дүниеге алып келгеннен кейін адам деп қарайтын адам бар ма? Мынау баланы соншалықты көзіне көк шыбын үймелету үшін. Ары кетпей қойық, мысалы үшін, Түркістанда да бір сұмдық оқиға қазіргі кезде бір жария болып жатыр ғой. Соншалықты, мысалы үшін, баланың көзіне көк шыбын үймелету үшін, әлім жеттік жасау үшін. Сол ер азаматтың ішінде адам қайда кетті екен? Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, сол менің ойымша, кеңестік дүниедегі, мынау, содан кейін бір сұрайын деп еді сізден, енді менде оқуына оқыдым ғой, бірақ енді көп дүниелерді кейде терісте түсініп жатам. Қазақта 18 ғасырда орден деген дүние болды ма? Медаль деген, орден деген. Жоқ. Көрдіңіз ба? Мына Орыс империясына бағына бастаған кезден бастап пайда болды. Көрдіңіз ба? Қаншалықты тереңде жатыр бұл мәселе. Мен енді өткен жолы айтып отырмын ғой, мысалы үшін, бірде-бір психологтың, доктор науктың келіп, тұлға деген сөз дұрыс қолданылып жүрген жоқ деген бір уәжге уәж айта алмағанның өзі нені көрсетеді? Енді ол факт 1838 жылғы, мысалы үшін, личность деген, хайуан деген дүниені Сперанскийдің әкел қолданғаны, ол тарихи дүние. Мен оны еш жерден де алған жоқпын, РГБ-ның подвалынан алдым. Енді айтайын дегенім, осындай қаншама жылдар бойы адам емес, адамның құндылығы, адамның қадір қасиеті, адамның жан дүниесі емес, тұлғалық істеген ісі, қолдың істегені, біреуге жаққаны, біреуге қызмет көрсеткені, міне осындай дүниелер адамнан үлкен болып кеткен. Яғни адамның әлеуметтік келбеті. Әке балаға қорған болатын әлеуметтік
рөлі бар. Оның орнына әке 100 қойдан қанша қоз алу керек? 140 қоз алу керек. Сол кезде ол адам. Мынау туыла біте, мынау жалпы кеңестік кезеңдегі тәрбиенің көптеген негіздері қазақтың көрегендігіне қарама қайшы. Қазақ айтады, бала бойға біткен кезде әлі ол деген мысал үшін мынау шарана да болған жоқ. Мынау 7-8 аптада шарана болады ғой. Оған дейін ешкім демес. Соның өзінде құрсақ тойын жасап, адам келейін деп жатыр деп, адамдық қадір қасиетті беріп қойды құрсақтағы балаға да. Ал енді қарасаңыз, 100 қойдан 140 қоз алмаса, ол адам емес. Қаншалықты бір-біріне қарама қайшы. Міне сондықтан жылдар бойы мынау орден, медаль, марапаттау қағазы, тағы басқа кеңестік қандай қалдықтар бар. Мен бұлардың барлығына енді адамдықтың маманы ретінде қарсы шығып отырмын да. Осындай дүниелер арқылы бұл адамдықтан бір алшақтап кеткен сияқтымыз. Бұл екінші сондай бір терең мәселе сияқты. Үшінші мәселе, ата, ана үшін қазіргі таңда білім жетіспейді, Ержан. Мысал үшін, қарасаңыз, мынау вопросы границы деген бар психологияда. Вопросы границы дейді. Яғни, әр адамның өзінің бір, қазір айтып жүр, шекарасы бар деп. Құдай-ау, ата-ана мен баланың арасында қандай шекара? Қандай шекара? Шекара болмайды бала мен ата-ананың арасында. Екеуінің бір болмысында, келбеттерінде өзінің тіршілігінің ара жігі болады. Баланың өз тіршілігі бар. Ата-ананың өз тіршілігі бар. Көрдіңіз ба? Яғни, бала мен ата-ананың ақ пен қара сияқты ара жігін ажыратып білуіміз керек. Осындай өзіміздің төл дүниелеріміз жоқтың қасы. Әкелеміздағыны аудармаларды үйіп атырмыз. Баланы құрметтеу керек, қайтып құрметтеу керек. Ата-ана мен баланың шекарасы болу керек. Қай жерде ол шекара? Өзбекстан мен Қазақстанның шекарасы сияқты шекара қай жерде? Мынау баланың бөлмесінде ма, жоқ әлде залдың ортасынан қиып тастауымыз керек па? Балаға деген мына бұлай етіп қарау керек, бұлай қалай етіп қарау керек. Өзі туралы. Ондай ойы жоқ. Кешіріңіз байқұстан, мынандай дүниеге, менің сөзім емес, мынандай дүние деп қарайды ғой, бұған қатысты қандай қадір қасиетпен құрметті талап етесіз. Міне сондықтан да осы жерде менің ойымша өзіміздің бір төл дүниелеріміз жетіспейтін сияқты. Ал ол төл дүниелерді жарыққа шығаратын, ол төл дүниелердің механизмдарын ашып көрсететін, яғни мысал үшін бір тұсау кесудің өзін әлі жыр болып талдап жатырмыз. Қазір деген жер дүние шулап жүр, мысал үшін Инстаграмда тұсау кесу деген осындай екен деп. Осы сияқты қазақтың өзінде тәрбиеден гөрі бір тәлімді беретін бір өзіндік дүниелер бар. Осыған қазақ аш. Яғни, қалай айтсақ болады, бетке ұстар жоқ. Мынау жадында ұстап бір нәрсеге қарап жасайтын дүние жоқ. Міне осындай дүниелер қажет деп ойлаймын. Сол кезде түзелетін болар. Міне осындай бір 3 мәселеге қарастырдым. Бұл тұрмыстық мәселе деген бұл сылтау сияқты. Біз көбінесе қазіргі кезде кездесіп отырғанымыз бұл адамның өзінің адамшылығының бұйығып жату мәселесі. Мысалы, қазір бұл сіз екеуміздің сұхбатымызды көріп отырған адам экранның ар жағында ойлауы мүмкін. Мен бүгін балама қарайым деп базарға шықпай қалсам, ертең мен балама кім тамақ береді сонда?
мынау бір сөз бар ғой, сананы тұрмыс билейді деген. Қазір біздің қоғамда сананы тұрмыс билеп тұр. Ал сананы тұрмыс билеп тұрған жағдайда сіз балаңызға дұрыс тәрбие беріңіз деп, жаңағы былайша айтқан кезде 42.500 теңгені ала алмай отырған ата-анаға біз балаңызды дұрыс тәрбиелеңіз, балаңызды таңнан кешке дейін қасынан қалдырмаңыз, болмаса балаңыз жылай қалған кезде мамасын беріңіз, омырауын беріңіз, сүтін беріңіз, тамағын беріңіз деп отыру санаға сыймайтын секілді. Ал қазір тұрмыстық әлеуметтік мәселеміз дұрыс болмай тұрған кезде біз рухани бай бол, болмаса рухани тұрғыда балаңды осылай тәрбиеле деп айтудың өзі қалай болады? Сіздің сұрағыңызды аш бала тоқ баламен ойнамайды ғой деп түсіндіріп отырсыз ба? Ержан, осы енді қазір осы әңгіменің барысында бәрін тастап балаға телміріп отыр деген менің аузымнан шыққан жоқ. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе. Мынау тұрмыс және базар бұл сылтау. Неліктен? Мынау мен ғана айтпаймын, менің әріптестерімнің барлығы айтады. Қазақ, мысалы үшін, таңертеңнен тұрып алып, баланың бетіне қарап, кешке баланың бетіне қарап, түнде баланың бетіне қарап отырған жоқ. Балаға тәлім тәрбиесі, сүйемелдеуі көп болған. Бұл бірінші мәселе. Оған енді кейінірек тоқталармыз. Қазіргі айтайын деп отырғаным, балаға әке шеше күндіз түні керек емес. Балаға әке шешем бар екен. Әке шешеме иық арталады екенмін. Әке шешеме мұңымды шағалады екенмін деген көкіректе сенім керек. Ал ол сенімді ұялату үшін не істеу керек? Ол сенімді ұялату үшін, мысал үшін, маған бір ата-ана келді. Балам дейді, 20-дан асқан, қыз сияқты дейді. Балам қыз сияқты. Бұлай жұрттың бәрі айтады, ой, сондай қандай биязы мінезді, қыз сияқты балаң, бәріне саған көмектеседі, өйтеді, бүйтеді деп әңгіме айтады. Маған ұнамайды дейді ол қыз сияқты. Содан кейін айттым, бұл бала, я являюсь кем-то с кем-то деп үнемі айтам ғой, яғни бала көрген ілет. Неге олай болды екен? Көзі түрткен істейді дейді. Иә, көрген істейді. Не болды екен десек, былай дейді. Енді баланың әкесі болмады, содан кейін 11 есімде жоқ, 12 жас бекен, 13 жас бекен, шомылуға алып бардым өзіммен бірге. Қазақта баланы 13 жаста отау иесі. 13 жасар ер жігіт, анасы әйелдердің моншасына барып шомылдырған. Бұл жерде қандай тұрмыстық мәселені көріп тұрсыз? Бұл жерде не жетіспей тұр? Осындай мәселелер туралы айтып отыр. Әйтпесе, содан кейін мен айттым. Ол тем более әкесі жоқ екен. 5-6 жасында, ары кеткенде 7-8 жасында соны өзі шомылуға болатын үйретпедіңіз ба? Ойбай, ойдақ әкесі жоқ, қой барымды берейін дедім. Көрдіңіз ба? Адам деп тұрма, 8 жаста бала өзі шомыла алады. 13 жаста әйел моншасы деген не сұмдық қадір қасиетіне нұқсан емес па? Әйтпесе, осы қазақ радиосына әр жұма сайын звондайды. Балам 7-ші сыныпта оқиды. Қасында мен отырсам сабақты оқиды, қасында отырмасам оқымайды. Бұл нені көрсетеді? Сіз вообще балаға сендіңіз ба?
жоқ. Яғни бұл жерде айтып отырғанымыз күндіз түні баланы әлпештеу, баланы деген бетіне қарап телміріп отыру мәселесі емес. Бала 2-3 жаста, 3-4 жаста бір дүниені айтып отыр ма? Соған шын ретінде қарау керек шығар. Баланы есту керек шығар. Баладан сұрау керек шығар. Баламен шүйіркелесу керек шығар. Бала, мысалы үшін, білмеймін ғой енді, Ержан, менің де түсінбейтінім сол, қалай сонда мен, мысалы үшін деген, осы психология саласында 12 жылдан астам білім алып жатырмын да, әлі алып жатырмын, әлі бітпейді. 20 жылдан. Сізде, мысалы үшін, 4-5 жылдық біліміңіз бар. Қазақ қалай білді екен? Что 3 жаста мына баланы өз әлеміне жіберу керек. Ары қарай сүйемелдеу керек. 4-5 жаста неврозы болды ма? Сол жерде сүндет отырғызу керек деген сияқты. Қазақта бұндай жоғары білімде болған жоқ қой. Яғни не істеді? Менің ойымша бір-ақ нәрсені жасады. Адамның табиғатынан алыстамауын қадағалады. Болды. Құдай-ау, базар қаншада ашылады? Ары кеткенде 7-де ашылатын болар. 7-де ашылған базар ары кеткенде 6-да жабылатын болар. Осы тұста енді 24 сағаттың ішінде бір баланың бір үңіліп, баладан сұрап, баладан шүйіркелесіп, бір сөзбен айтқанда балаға әке керек кезде әке бол, шеше керек кезде шеше бол, балаға уақыт тап дейсіз ғой. Уақыт таптан бөлек мүмкін айту керек шығар, или сезіну керек шығар. Егер бір нәрсе болып жатса, маған хабарлас. Бір нәрсе керек болып жатса, менімен сөйлес. Егер бірдеңе деп аузын ашса, ұрудың орнына. Егер мысалы үшін бала бір қателікті жасаса, сабаудың орнына бұл бала неге сол қателікті жасады екен деп. Менің ойымша баланың тәрбиесі соншалықты қиын емес. Адам о бастан өзінің адамдығы бар. Бұл бізге сіңірілген бір бекітілген механизм. Міне сондықтан да керегін бала сұрайды, жылайды, тағы басқа нәрсені істейді. Міне осы жерде біз балаға көңіл аударуымыз керек шығар. Әңгіменің басына қайта оралсақ осы жерде, сіз тірі жетімдіктің бірнеше түрін атадыңыз әңгіменің басында. Осыны кеңірек тарқатсаңыз, мысалы, жаңағы әлеуметтік және психологиялық жетім деп атадық қой бұларды. Бұл жаңағы шынымен де тұл жетімдерден болмаса жартылай жетімдерден бөлек. Ал енді жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, мемлекеттік тұрғыда бір бағдарлама қарастыру керек шығар деп. Жалпы бұл көбеюі мүмкін бе алдағы уақытта бұлар? Әлде осы бір буын ұрпақ осындай болып тоқтай ма? Көбеюі мүмкін. Ең құрғанда міндетті түрде жалғасады, Ержан. Неліктен? Себебі бұл кәдімгідей бір ұрпақ. Ол бір ұрпақ беретінін береді. Сонымен бірге қазіргі кезде, мысалы үшін, психологтардың өзі де бір неліктен, мысалы үшін, біз психологтар жаман дей береміз. Өйткені бұның өзі нені көрсетеді? Жан деңгейінде қазақтың аштығын көрсетеді. Біреу психологты естісе, сол бір пір. Білімі бар ма, жоқ па, оның бәрі қандай нәрсені айтып жатыр, оның бәрі ешқандай несі жоқ та, бір маңызы жоқ. Осы жерде бұл дүние, мынау ата-анасы бар адамдардың психологиялық жетімдігі ол ары қарай таралады. Себебі қазіргі кезде, мысалы үшін деген, кеше маған кеңеске бір психолог келді. 20 жылдан астам өтілімі бар. Айтады, мен мысалы үшін осы қалада тұрам дейді. 2-3 сағаттық жерден алып келген. Сол жерде психолог атауымен жоқ. Ал ол жердегі тұрғанның бәрі сол кешегі кеңестік дүниені көргендер ғой. Көрдіңіз бе? Яғни бала
ары қарай осылай осындай тәлім тәрбие алғанын ары қарай жалғастыратын бізде мүмкіндіктер көп. Яғни бұған қарсы иммунитет бізде әлсіздеу. Иммунитет әлсіздеу. Неліктен? Себебі біздің қазақтың өзінің қазақ екенін, мысалы үшін барып көшеге шығып эксперимент жүргізейікші. Сіз неңізбен қазақсыз деңізші. Мен осыны жылған кезде жүргізейін деп отырмын 1000 адамды алып. Бешбармақпен қымызды айтады. Ал мына жеріңнен тауып беріңіз менің бешбармақпен қымызды. Тауып беріңізші. Жоқ. Бұл менен тыс жатқан дүние. Мен қанымның тазалығымен қазақпын. Ер азаматтары мысалы үшін сол көк бөрілік, қайсарлық қасиетімен қазақ. Әйел азамат табиғатынан алыстамай табиғатын әлпештегенімен қазақ. Міне осыны айтатын көшеде қазақ аз. Ондай болса бұндай зорлық зомбылыққа, ондай болса біреудің не деп айтасыз, біреудің таңсығы дейсіз ба, қаңсығы дейсіз ба, біреудің қаңсығына, басқа дүниелерге қарсы келетін біздің бір әлеуметтік дүниеден гөрі мынау рухани деңгейде иммунитетіміз жоқтың қасы. Жоқтың қасы. Міне сондықтан да бұл жерде мемлекеттік көмегі керек. Бұл ары қарай міндетті түрде таралады, Ержан. Жақсы, олай болса, уақытымыздың да соңына келіп қалған екенбіз. Осы жалпы қазақ қоғамындағы тірі жетімдік, психологиялық жетімдік туралы ойыңызды қорытындыласаңыз болады. Қазіргі кездегі қазақ қоғамындағы кездесіп жатқан психологиялық жетімдіктің бірнеше нысаны бар деп айтып өттім. Яғни әке-шешесі маңдайынан сипамаған, адамдықтың бастауы балалық шағында өзінің құндылығы мен қадір қасиетінің бар екенін білмеген, қадір қасиет пен құндылықтан жұрдай, атана үйретпеген, яғни тәлім мен тәрбиесіз. Бұның астарында қазір психолог сымақтарға телміріп жүргендер. Сонымен қоса ата-ана қорғаныш, тірек, сүйеу, бұлақ болудың орнына ата-ананың өзі жетім балаға телмірген және баладан жан жылулығын емжексе сорған ата-анасы бар балалар. Міне осындай қазіргі кезде балалардың жағдайы, осы жағдаймен психологтар кездесіп жатыр. Бұның арты жақсы қалып келмейді. Бұл ары қарай тарала береді. Бұны қазақтың бір сөзімен ғана айтуға болатын шығар артының неге алып келетінін. Айтады ол қазақта, адам болмайды деп те айтпайды. Соншалықты адамды қадірлегені. Адам ұсақталып баратыр дейді. Адам болмайсың демейді, адам ұсақталып баратыр дейді. Яғни бұндай бір ұсақталуға алып келетін болар. Бұның алдын алудың бір ғана жолы тәуелсіздік дегеніміз шетелдің бәріне телміру деп емес, өзімізге үңілу деп, өзіміздегі баяғыдан бері аша алмай жүргенді ашсақ, міне осыған қызмет ету керек сияқты. Сонымен бірге айтарым, адамның адам екені, ата-анасы бардың жетім болмағандығы, сол жетімнің өзінің жетім болмағандығы, бұл дана қазақта бар. Осы дара ойды ары қарай ұрпақтан ұрпаққа беру, менің ойымша, бұл қазіргі кездегі ата-ананың парызы. Рахмет, Нұргүл, уақытыңыз бөлдік сізге келгеніңізге. Осымен біздің кезекті бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңыздар.